Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне көлік және жол белгілері бөліміндегі ең соңғы тақырып жолы болғыш үшеу деген тақырыпқа да келіп жеттік. Осыдан әріде видеоларды көріп жүру үшін, оларды өткізіп алмау үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші тапсырмада мәтін берілген. Мәтінде бір қызықты оқиға баяндалады. Бір қарт адам өзінің 3 баласын жанына шақырып алып, мен болсам қартайдым, бірақ сендерге қалдыратын, мұраға қалдыратын ешқандай байлығым жоқ. Тек қарапайым нәрселерді ғана беремін. Егер орнын тапсаңдар, онда жақсы жетістікке жете аласыңдар. Ал егер лайықты жұмсайтын орнын таппасаңдар, онда өздерің көрерсіңдер дейді. Сөйтіп, үлкен ұлына Әтеш, ортаншы ұлына Шалғы, үшінші ұлына Мысық береді. Алдымен мен жолға шығам деп, үлкен ұлы жолға шығып кетеді, қолына Әтешін алып. Сөйтіп, елдерді кезіп жүреді, ана елге барады, мына елге барады. Сөйтсе, ол елдердің барлығында да Әтеш бар екен. Енді қайда барам деп амалы таусылып келе жатса, бір елді көреді. Сол елге кірсе, ол елде Әтештің бұл өмірде бар екен туралы олардың хабары жоқ екен. Содан бұл Әтешін сол елде тұратын тұрғындарға көрсетеді. Бұл Әтеш 3 рет шақырады түн ортасында. Соның 3-шісі таң атып қалды дегенді білдіреді. Ал күндіз шақырса, онда ауа райы бұзылайын деп тұр дегенді білдіреді деп түсіндіреді. Ол адамдар таңның шығуы мен кештің батуын дұрыс аңғара алмай қалып жүреді екен. Сондықтан оның қолындағы табиғи сағатқа қатты қызығады. Сөйтіп, Әтешіңді бізге сатшы деп жалынады. Ол айтады, онда сендер маған бір есекке жүк болатын алтын беріңдер. Мен сонда Әтешімді сендерге сатам дейді. Адамдар оларға келісіп, оның айтқанына келісіп, оған бір есекке жүк болатын алтын береді. Ол алтынын алып үйіне қайтып келеді. Бауырлары көріп, оны таң қалады. Сөйтіп, жолға ортаншы ұлы шығады. Ортаншы ұлының қолында Шалғы бар еді. Ол да ана елге барады, мына елге барады. Шалғыны сататындай жағдай көрмейді. Сөйтіп, әйтеуір дегенде бір елге барса, ол елдің адамдары егін егеді екен. Бірақ Шалғыны көрмепті. Ол егіннің бір шетіне барады да Шалғы мен егінді ора бастайды. Жұмысы өнгенін көрген сол елдің тұрғындары бұған келіп, мына құрылғыңды бізге сат, мына құралыңды бізге сат деп жалына бастайды. Сонда бұл айтады, егер маған бір атқа жүк болатын алтын берсеңдер, мен сатам дейді. Содан ол адамдар келседі, бұл да сол алтынын алып еліне қайтады. Енді ең кіші ұлы ғана қалады. Ол да өзінің мысығын қолына ұстап, жолға шығып кетеді. Әні келе жатыр, міні келе жатыр. Қай елге барса да мысық бар екен, бұның қолындағы нәрсе ешкімге таңсық емес. Содан бұл сол теңіздің ортасындағы аралға кетіп қалады. Сөйтіп аралдан түссе, ол аралды тышқан жайлап кетіпті. Бірақ ол тышқанды аулайтын мысықтары жоқ екен. Елдің патшасының сарайына барып, сол сарайда өріп жүрген тышқандарды мысығын жіберіп аулатады. Сол кезде тұрғындар көріп, қалайда осы мысықты алып қалыңыз деп, патшасына жалынды дейді. Патшасы келісіп, ал бұның ақысына не сұрайсың дегенде, жаңағы кенже ұл, маған бір өгізге жүк болатындай алтын беріңіздер дейді. Сөйтіп, бұл да өз олжасын еліне алып қайтады. Осылайша жолы болғыш үшеу өздерінің ақылдарының арқасында сондай жақсы байлыққа кенеліпті дейді. Енді бірінші тапсырманың астында дұрыс жауапты белгілеңдер дейді.
Әкесі 3 ұлына қарапайым нәрселерді береді. Берген нәрселері бағалы заттар емес еді. Жаңа мен айтып берген мәтіннен байқаған шығарсыздар. Екінші, Әтешті көрмеген арал халқы уақытты ажырату туралы ештеңе білмейді екен. Яғни уақытты ажыратуды білмейді екен, е? Үшінші, бидайды шалғымен орғанда халық таң қалады. Төртінші, аралда тышқандар күндіз де өріп жүреді екен. Сондықтан ол тышқаннан құтыла алмаған арал халқы өз патшасына сол мысықты сатып алуды айтып жалынады. Келесі бірінші тапсырманың әсінде қарамен берілген сөздерді екінші бағандағы сәйкес сөзбен алмастырыңдар дейді. Әкесі кенже ұлына мысық береді. Кенже деген сөздің мағынасы қазақ тілінде ең кіші баланы білдіреді. Арал тұрғындары қолма-қол сұрағанын береді. Қолма-қол деген сөз бірден деген мағынада қолданылады. Ағасының олжасына інілері таң қалады. Әкелген алтынына деген сөздің орнында қолданып тұр. Арал тұрғындары құралды сатуын өтінеді. Құрал деп тұрғаны шалғы болатын. Мұндағылар өмірі әтеш көрмеген екен. Ешқашан әтеш көрмеген екен. Өздеріне тиесілі заттарын кәдеге жаратады, өздеріне тән заттарын кәдеге жаратады. Екінші тапсырмада берілген мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер дейді. Бір күндік жолға шықсаң, 3 күндік азық ал дейді. Бұл дегені, егер бір жерге баратын болсаң, онда бір күнде барып келем деп ойлауың мүмкін, бірақ бұл жолдың қандай болатынын бір Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан алдын ала қамдан деген сөз. Жолға дұрыстап дайындалып шығу керек дегенді білдіреді. Немесе Құдай қаласа мектеп бітірген соң балалардың барлығы үлкен өмірге, ересек өмірге аттанады. Сол кезде барлық нәрсеге дайын болу керек адам. Оның қолында жақсы бағасы бар аттестаты болу керек, жақсы білімі болу керек бойында. Сол кезде ол үлкен өмірге барған кезде қиналмайды деген мағынаны білдіреді. Осылайша әртүрлі жағынан қарастыруға болады. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Із жолға жеткізер, жол елге жеткізер дейді. Айдалада келе жатқандай жағдай болса, егер адамның немесе көліктің жолын тауып алатын болсақ, ол міндетті түрде ізін тауып алатын болсақ, ол міндетті түрде жолға жеткізеді. Ал жолға түссек, әйтеуір бір елге жетеміз деген мағынада. Немесе бір салада мықты маман болғыңыз келді. Сіз сол салада жетістікке жеткен адамның не істеді? Сондай мықты болу үшін. Сол жолына қарайсыз, ізіне қарайсыз да, соның істеген іс-әрекеттерін қайталайсыз. Мысалы, көп кітаптар оқыды, көп білім алды деген сияқты. Сол кезде сіз міндетті түрде өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз дегенді білдіреді. Яғни табанды болу ғой бұл жерде. Үшінші, алыс жүрсең де жолмен жүр дейді. Яғни бір жерге баратын болсақ, жолсызбен жүргеннен гөрі жолмен барған дұрыс. Себебі ол жол міндетті түрде діттеген орныңа апарады. Ал жолы жоқ жерде адасып кетуі мүмкін деген мағынада. Бұл тура мағынасында түсінетін болсақ. Белгілі бір жетістікке жету үшін ұзақ уақытыңды, көп уақытыңды алатын болса да, сол дәлелденген, істеп көрілген әрекеттерді орындау арқылы сол мақсатқа жету оңайырақ деген мағынаны білдіреді. Ары қарай өздеріңізде ойланып көріңіздер. Келесі бізде бүгінгі грамматикалық тақырып бұл зат есімдердің жасалу жолдары. Яғни зат есімдерді, жаңа зат есімдерді қалай жасауға болады. Оның ішінде туынды зат есімдер туралы айтатын боламыз. Біз өткен сабақтарда туынды сөздердің не екені туралы айтқан болатынбыз. Туынды сөздер дегеніміз сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сөздерді туынды сөздер деп атайтын едік. Туынды зат есімдерде дәл солай.
Егер сөзге жұрнақ жалғап, біз одан зат есім алатын болсақ, жаңа зат есім алатын болсақ, онда оларды туынды зат есімдер деп атаймыз. Туынды зат есімдер қандай жұрнақтар арқылы жасалады? Кітапта мынадай бірнеше нұсқа берілген. Бірінші лық, лік, дық, дік, тық, тік жұрнақтары арқылы жасалады екен. Мысалы, жақсы деген сөзге сұрақ қоятын болсақ, қандай деген сұрақ қояр едік? Бұл кезде бұл сын есім болар еді. Оған лық деген жұрнақты жалғаған кезде жақсылық деген сөз шығады. Және біз оған не деген сұрақ қоя аламыз? Сонда не деген сұраққа жауап беретін болса, онда ол зат есім болады. Демек, бұл жерде сын есімнен зат есім жасалып тұр. Жұрнақ жалғану арқылы. Шындық. Бұл жерде де дәл сондай. Достық. Бұл жерде де дәл сондай. Сөзге жұрнақ жалғану арқылы біз жаңа сөз жасап тұрмыз. Шеберлік. Ш деген жұрнақты алатын болсақ, етік деген сөз не деген сұраққа жауап беретін еді? Зат есім еді. Бір заттың атын білдіретін еді, аяқ киімнің атын. Оған ш деген жұрнақты жалғайтын болсақ, біз етікші деп адамды айтамыз. Етік дегенге не деген сұрақ қоятын едік? Ал етікші деген кезде біз оған кім деген сұрақ қоямыз. Алдыңғы аяқ киім деген сөз оған ш жұрнағын жалғаған кезде адамға айналып кетті. Демек, бұл да туынды зат есім болады. Әнші деген мысалда дәл осылай. Ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтары арқылы да зат есім жасауға болады. Мысалы, басқыш. Бұл жерде бас деген не істе деген сұраққа жауап беретін етістік еді. Оған қыш деген жұрнақты жалғаған кезде не деген сұраққа жауап беретін зат есім алдық. Сүзгіш. Сүз не істе етістік еді. Гішті жалғаған кезде сүзгіш. Не деген сұраққа жауап беретін зат есім шықты. Қырғыш, сыпырғыш. Бұл жерде де дәл солай. Маме, папе, бабе жұрнақтары арқылы да зат есім жасауға болады. Мысалы, бөлме, мінбе, тоқыма, кеспе. Барлығына не деген сұрақ қойылады. Қ, к, ғ, г деген жұрнақтар арқылы да зат есім жасаймыз. Мысалы, ашытқы, бұрғы, сүзгі, шапқы. Үшінші тапсырмада берілген сөздердің қандай жолмен жасалғанын айтыңдар дейді. Қол жазба. Бұл жерде қол және жаз деген екі түбір тұр. Демек, бұл екі түбірдің бірігуі арқылы жасалған сөз. Жазба деген сөзді жеке алатын болсақ, бұл жерде ба деген жұрнақ қосылып тұр. Яғни, түбір сөз бен туынды түбір сөздің бірігуі арқылы жасалып тұр. Сыпырғыш дегенде түбірі сыпыр, ғыш, жұрнақ. Демек, бұл жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Біріккен ұлттар ұйымы бо деп тұр бұл жерде. Қысқару арқылы жасалып тұр. Ерлік, түбірі ер, лік, жұрнақ. Жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Жеңілдік, түбірі жеңіл, дік, жұрнақ. Жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Әке, шеше, екі сөздің қосарлану арқылы жасалып тұр. Кескіш, түбірі кес, кіш, жұрнақ. Жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Дәрігер және кітапханашы деген екі сөзде дәл солай жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Төртінші тапсырмада 37-ші аудионы тыңдаңдар дейді. Аудиода өлең берілген. Өлең мазмұны бойынша дұрыс жауапты белгілеу керек. Өлеңде жолда жүру туралы айтылады. Өлеңде троллейбустың аты аталмайды. Қоғамдық көлікке таласпай міну керек екен туралы айтылады. Көшеде жүргенде айғайламау керек. Төртінші тапсырманың әсінде берілген зат есімдерді түбір және туынды түрлерге топтастырыңдар дейді. Мен бұл жерде тек қана түбір зат есімдердің төменгі жағын сызып қойдым. Астынан сызып қойдым. Көше, тәртіп, өмір, троллейбус, сыбаға, иық, жанжал деген сөздер, олар түбір
зат есімдер. Ал жолдас, балалық, автокөлік, киім және ақылшы деген сөздер туынды зат есімдер. Троллейбус деген сөз екі сөздің бірігуі арқылы жасалып тұрған шығар ағылшын тілінде, бірақ біздің қазақ тілінде ол бір ғана түбір болып есептеледі. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоларды да жіберіп алмау үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.